Құрметті достар, қайырлы түн. Жылайын ба, күлейін ба деген сияқты. Қазір міне түнгі 2-де мен өз-өзіме сеніп және қолымызға түскен 30% протоколдарға сеніп айта аламын. Мен таза жеңіске жеттім. Астана қаласының нөмір 2 участогінде, Сарыарқа мен Есіл аудандарында. Өкінішке орай, жартысы сол протоколдардың біздің қолымызға тимейді бүгін. Өйткені сайлау комдар менім, жалғыз менім емес, сенімді өкілдерімізді, бақылаушыларымызды есіктен шығарып жіберіп, өзінің қара жұмыстарын жасап жатыр. Құрметті астаналықтар, сіздердің маған берген, аямай берген дауыстарыңызды ұрлап жатыр. Дәл қазір сайлау ком. Бұл жерде заңды сұрақ туындайды. Айналайын жаңа Қазақстанның басшылары, не үшін сіздер бұл сайлауды жарияладыңдар? Осылай қарабет болу үшін бе, масқара болу үшін бе? Не үшін, мен түсінбедім. Біз оңай жай бүгілмейміз. Мен жеңіске жеткенімді білемін. 100%, 1000%. Ал сендер менің әділді жеңісімді ұрлап атсыңдар. Дәл қазір мыңдаған берген дауысты бұрыс шығарып маған қарсы. Сендер протоколдарды қазір жөніне келтіріп атсыңдар. Өздеріңе қажетті. Қай жерде жаңа Қазақстан? Құрметті президент мырза. Осындай сұрақ туындайды. Жалғыз менде емес. Қалай ел боламыз?